Достар, ассалаумағалейкум. Біз Талдықорғандамыз. Олжас деген бабамыздың шаруашылығына келдік. Бұл кісі 3 жыл болды айналысқанына. Сиыр, жылқы және де бұқа байлайды екен. Осы жерде 3 сарай бар, 120 бас бұқа. Сол жағында тұрған үлкен синавал екен, бұрыннан бар. Жылқыға навес бар, ана арт жақта малшылардың үйі, 3 малшы істейді екен. Өкінішке орай Олжастың өзі жұмыста. Мен білмейтін сұрақтарымды оған WhatsApp арқылы сұрап, сізге бәрін дауыстап айтып беремін. Соңына дейін көріңіздер, қызықты болады. Бұл фермада өздерінің сиырлар да бар екен. Негізі пландары өте жақсы. Еркек бұзауларды аткормға кіргізетін, ұрғашыларын өздеріне қалдырады көбейтуге. Алдыңызда тұрған бірінші соғылған сарай екен, 20-10 метр. Бұның ішінде 38 бас ірі қара байланып тұр. Қазір ішіне кіріп бәрін көрсетемін. Ақбастар көбінесе тоқал, 1-2 болмаса мүйізді. Мойнынан байланған шынжырмен, жоғары жағында бір труба тұр. Бұл жем-шөп шашпас үшін. Екі бұқаның арасында труба және де ешнәрсе жоқ екен. 2-3 күн басында сүзеді екен, төбелесіп, ары қарай қояды. Мінекей ақбастар, томпилар бәрі. Айтатын нәрсе, әрбір сарайда осындай скважина бар. Суға колодец дейді. Шлангпен, каталкамен бәрін суғарып шығады екен малшылар. Оны да қазір көрсетемін. Күйлері жақсы. 1 сентябрь қыркүйек күні байланған екен. 4 айдай тұр. Қазір ақырдың параметрларын бәрін айтып беремін сіздерге. Ақырлары бетон, қанша пайда келген, қандай жем-шөп жейді режимін бәрін егесінен сұрап сіздерге айтамын. Соңына дейін көріңіздер. 2 және де 3 сарайлары шлакоблоктан Г әріпімен соғылған. Мінекей көріп тұрсыз. Терезелер көп. Шетінде жылқы навестер, бастырмалар. Бұларда қазір аткормда жылқылар бар, оны да қазір түсіндіріп берем. 4-ші жағы кәдімгі дуал. Қазір 2 сарайдың ішіне кірейік. Достар, мына ортада 1,5 метр адам жүретін жер. 2 ақыр дуалдармен қоса 80 сантиметрден бұқалар бетонның үстінде тұр. Бұл бұқаның тұратын жері 2 метр. Және де жылып малақ тастайтын жер и адам жүретін жер 2 жерден 1 метр дей. Өте кең, өте жақсы, маған жақты. Тұратын жерлер кішкене пәстеу сияқты, бірақ терезелер көп. Иіс бар, бірақ қатты емес. Достар, 3-ші қораға кірдік. Мына 3 бұқа 2,5 жасар екен. Шамамен 400-500 кг ет береді деп айтты егесі. Мына жіп өте жіңішке, бірақ ұстайды екен. Ақырға келетін болсақ, мына стенка 8 см, 2 дуалдың арасы 60 см, алдыңғы стенка 12 см. Мынандай трубасы бар клеп қойды. Бұған бұқаларды байлайды, және де бетон құртылмайды. Суға келетін болсақ, каталкамен береді, оны қазір көрсетемін. Жем арпа және де бидай береді екен, ұнтақталған кішкене шрот қосады. Күніне бір басқа 6-7 кг. Отдушиналар обязательно бар. Мінекей көрдіңіз. Бүгін мына қорада терезелері ашылмапты. Сондықтан пар. Таңғы 8-де режимге келетін болсақ, жем 3 кг, түсте су, шөп, кешке 7-де жем, қайтадан 3-4 кг, түнде сағат 9-дарда шөп. 15 басқа 4 пресс шөп кетеді екен. Бұны егесі айтты. Көбінесе осы кісі 1,5 жасарлар байлайды екен. Мына 3 басқана бар, 2,5 жасарлар. Бұлар 400 кг үстінде береді. Ал 1,5-ғаларға келсек, 270, 280, 300-ге дейін килограмм ет береді екен. Мына тұратын жерлері бетон, бұқалардың уклонмен жасалған. Ал мінекей біздің каталка. Қазір толықтай түсіріп берем. Тұратын жерлері бетон, зәрі астыға қарай ағады. Және де мына жылытпен анау тесікке строго прямо шығып кетеді екен. Малақтардың тачкамен амайды, бұлай жинап қояды да терезеге лақтыра салады екен. Қазір көрсетем. Мінекей көрдіңіз ба? Бұны малақтарын жинайды да терезеге лақтырады екен. Терезе ашық, как положено. Достар, пайдаға келетін болсақ, бұлар енді әртүрлі пайда береді деп айтты. Олжас 6 айдай тұрады бәрі. Енді орташа есеппен 80 мыңнан 150 мыңға дейін қалдырады. Породасына байланысты, денесіне байланысты таза пайда жей. Достар, малақты осы терезеден лақтырып қояды екенде, жылына 1 рет тазалап қояды. Ал бұл деген бізде синавал. Енді синавалға сөз жоқ. Бұрыннан бар екен. Мінекей. Мощный синавал екен. Рахат. Достар, міне бағана каталка, бұл су беретін нәрсе.
шлангымен осыған құйылады. Содан кейін бұл кәдімгідей ақырдың ішінде жүре береді. Спокойно 4 мал бірденен немесе 2 мал бірденен жей береді. Мінекей железный конструкция, үстінде пластиковый шелектер. Негізі пластик қысқа жарамайды екен. Пластиктің орнына осындай железный сваркілеп жасап қойыпты. Достар, соңына дейін көріңіздер. Қазір жылқы бордақылау системасын айтып берем. Бұл фермада, ал бұл деген жемхана. Бұқа сарайында тұр, өте ыңғайлы, жақын. Оң жағымызда арпа, мешокпен, мынау шрот, анау бидай. Тағы да бойня бар, бірақ бұның есігін ашамадым. Олжастың өзінің YouTube каналы бар. Сода полный обзор көре аласың мына бойняның. Өте әдемі, қарапайым жасалған. Жылқылар болса, қысы жазы осы бастырманың астында тұрады. Бұл үш жағы шлакоблокпен жабылған, сыртынан мынандай темір обрешетка. Әрқайсысында есік бар. Негізінде бұл бастырма 4 бөлікке бөлінген, әрбір загон 9-да 9 метр. Маған кішкене ұнамаған жері ақырлары ішінде. Бұлар бетоннан жасалған, сыртында мына бөлшкелерге су құяды екен. Бірақ жақсы. Достар, бұл фермада жылқылар ешқандай укол-пуколсыз, витаминсіз, таза арпамен байланады. Суғару системасы міне көріп алыңыздар. Кәдімгі 200 литрлік бочка 2-ге бөлінген, дайын ақыр. Жылқылардың тұратын жері бетон, 3 күнде бір рет тазаланады, және де терезеден лақтырып жібереді екен арт жағында. Арпа, су, тұз әрдайым алдарында тұр, постоянно емін еркін. 15 басқа 3 қап арпа кетеді екен бір күнде. Мынаның ішінде қазір тайлар бар, дайын 2 ел қазы 200 килограмм ет. Олжастың телефоны экранда, керек болып жатса хабарласыңыздар. Шөпке келетін болсақ, 15 басқа күніне 6 пресс шөп кетеді екен. Бұл деген енді вообще керемет еді. Түсте 3 пресс, және кешке 3 пресс кетеді екен. Вот осындай. Бұл ферманың тағы бір плюсы, мына тайлардың бәрі өздерінен шыққан, өз биелерінен шыққан. 3 немесе 3,5 ай байланады. Бұл мерзімде 70-80 мың жем жеп қойса да пайда бар. Өздеріңіз есептей беріңіздер. Әрқайсысы 200-200-ден жоғары ет бере берсе пайдалы бизнес. Және де жас мал болғаннан кейін Алматы, Талдықорғанда бұл жас малға сұраныс өте көп болады. Мынау ар жағында тұрған бұл мал бағатын ат. Достар, менің байқағаным, жылқы 2-3 айда семірсе де, бірақ салмақты азырақ береді екен бұқаға қарағанда. Бұл бұқалар 6-7 ай семірсе де 280-300 килограммға дейін береді екен полторашкалар. Бұнысы жақсы. Плюс еті жыл бойы өтеді, круглый год. Қазір тем более жылқыға той-томалақ ешнәрсе жоқ та, тек қана соғымға алады, енді жілікке алмаса. Вот, мен байқағаным, бұқа бордақылау бизнес плюстері мінекей осындай. Өз ойыңызды қалдырып кеттіңіздер, комментарийде келісесіз бе, келіспейсіз бе, маған да қызық. Тепляк маған қатты ұнады. Жердің астында жылы, рахат енді. Сиырлар түнде осында болады екен. Биелер, үйірлер мына навестің астында болады. Бұл болады жылқылар. Мына расколы бар, өте тамаша. Достар, Олжасқа үлкен рахметімді білдіремін. Етке қызыққандар болса, номері экранда, YouTube каналы да бар, описанияда қалдырамын. Сіз болсаңыз, жастарға кеңес берейін, опытмен бөлісем десеңіз, маған хабарласыңыздар. Сіздің де қораларыңызды түсірейік, көргеніңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.